Қайырлы күн баршаларыңызға. Мен бүгін блог салғым келіп отыр. Мен бұны Ташкент қаласындағы керемет жерлерді, тамашалаған жерлерді салғым келіп отыр. Жолдасым екеуміз Ташкент қаласына барған тұғынбыз. Біз емделуге барғанбыз. Негізінде ол жанында айтқым келіп отқан жоқ. Тек Ташкент қаласындағы қыдырған көріністерімізді, барған жерлерімізді сіздерге айтқым келіп отыр. Негізінде Ташкент қаласы өте керемет, таза, қыдыратын жерлері көп. Сіздерге кеңес етем баруға. Енді біз алдымен Алматыдан Ташкентке қарай бардық. Негізінде Ташкентте барғаннан кейін біз Нүкіс қаласына барып келдік. Одан кейін Нүкіс қаласынан Ташкентке қарай қайта жол тарттық. Ол кезде Ташкенттегі біз осындай Ташми деген жерге келдік. Бірінші больницасына келіп, осы жақта қонақ үйге орналастық. Одан кейін барлық осындай больницаларын аралап, көріп, өзімізге ем қабылдайтын жерді таңдап, бір күнімізді соған арнадық. Кешке қарай қонақ үйімізге орналасып болғаннан кейін тамақтануға шықтық. Осы жерлерде Ташкенттің көрінісін, кешкі көрінісін түсірейін деп, осылай көшелерін түсірдім. Одан кейін тамақтанатын жерге бардық. Біз тамақтанатын жерді көп ұзақ іздедік. Сөйтіп, осындай бір жақсы мейрамхананы таптық. Осы жерде керемет, тамақтары дәмді екен. Барлығын маған ұнады. Таза, тамақтары да дәмді болды. Бағалары да қолайлы, өте қатты қымбат емес. Арзан бағада тағамдары, арзан болғандықтан да былайынша тағамдары дәмді болып келеді. Арзан болғанмен де дәмді болып келеді. Өзбек халқының тағамдары былайынша өте дәмді қоспалар көп қосады екен, соны байқадым. Мына жерде мен осы мейрамхананың ішін түсіріп алайын деп түсіргенмін. Біз мейрамханадан шығып, сәл серуендейік деп, мына жерде адасып қалған жеріміз. Бұл жерде біз сөйтсек, центральный жолда келе жатыр екенбіз. Ұзақ жол жүрдік. Өзіміздің қонақ үйімізге барам дегенше ұзақ жол жүрдік. Арасында осындай әдемі ғимараттарды көрдік. Жақсы ғимараттар орналасқан екен. Көшелері таза. Одан кейін ертесінде осылай метросына мініп көрейік дедік. Ташкенттің әбит кешен емімізді қабылдап, одан кейін әбиттен кейін біз осындай Ташкентті аралап жүрдік. Осындай метросына келдік. Метросына дейін біз Ташкенттің автобусымен келгенбіз. Одан кейін метроға келдік. Метролардың іші осындай өте үлкен екен. Мына жерде біздің метромыз келді. Көбінесе жастар метроға мінеді екен. Көп адам мінеді екен. Біз осы жерде метроның соңғы аялдамасында мініп жатыр екенбіз. Метромен осындай Ташкенттің телевишкасына келдік. Бұл телевишканың алдын таппай жолдасым екеуміз аралап жүріп, әйтеуір таптық. Осының ішіне кіріп, лифтімен көтеріледі екенбіз. Осылай Ташкентті үлкен биіктікте телевишкада тамашаладық. Және естелік суреттерге түстік. Осы жерде ешкім бізді түсіретін адам болған жоқ. Жан-жақта адамдар өзіміз осындай өзімізді түсіріп, естелік болсын деп суреттерге түстік. Және де Ташкентті үлкен биік ғимараттан тамашаладық. Ташкент қаласы жасыл қала екен. Талдар көп, үйлерді тығыз орналасқан, адамдары да көп екен. Және де Ташкенттің осындай телевишканың қасында Бесқазан деген жерге келдік. Мына жерде қазанның іші пустой, қалған қазандарда тағамдар пісіріліп жатты, яғни палау тағамдарынан біз ауыз тиген жоқпыз. Бұл жақта негізінде біз орналасқан жерімізден палау жеп шыққан түгінбіз. Ол жерінде палауы өте дәмді болды. Мына жерде көп қылып палау жасап жатыр. Мінекей палаулары осындай. Бұл жерге көп деген туристер де келеді. Біраз туристерді көрдік, шетел азаматтарында көрдік.
осы жерге барлығы келіп суретке түсіп тағамынан ауыз тиіп жатыр. Содан соң біз ақшамызды админ жасатып алайық деп Ташкенттің банкын іздедік. Ташкенттің банкіне келген кезде неғұрлым біз Қазақстанда админ жасатып алғанымыз дұрыс екен. Бұл жақта шамал арзанырақ алады екен теңгені, сондықтан біз о жаққа жасатқан жоқпыз. Сонымен қайттық, гостиницамыздың қасында осындай фастфуд өнім сататын жерге келіп, осы жерден фастфуд өнімдерін алып тамақтанып алдық. Ертесіне тағы да аралап шығайық деп, Ташкенттегі бүкіл жерлерді аралайық деп осындай такси жалдап отырып керемет жерге бардық. Бұл керемет жерде үлкен-үлкен ғимараттар орналасқан екен. Бұл жаңа қалашық деп аталады екен. Көп деген биік, мына жерде біз санап та үлгерген жоқпыз. Қанша биіктікте орналасқан, қанша этаждан тұратын ғимараттар екенін біле алған жоқпыз. Енді салынып жатыр екен. Бірақ та өте керемет. Қазір түсіп қараймыз, барлығы новыйдан салынып жатқаннан кейін осындай жан-жақтарын қоршап сөйтіп қойған екен. Бірақ та бізде тамашалайық деп осылай видеоға түсіріп алдық. Кейін өзіміз қараймыз, көреміз деп, міне жолдасым екеуміз. Енді бұл жерде бізге кеңес етті. Бұл жерде бізде не бар екен? Жаңағыдай музейлар бар екен, сосын сарқырама, жаңағыдай музыкалды фонтандар бар екен деп бізге жаңағыдай түсіндіріп айтты. Сосын біз бардық, осындай музейдің ішінде осындай ғаламшар көрсететін неге кірдік, осылай жатып көреді екен бұны. Өте керемет, үлкен экранда кәдімгідей аспанда жүргендей сезінесің. Бүкіл ғаламшарды көрсетеді, қалай пайда болды, қалай тарихын барлығын көрсетеді. Осы жерде одан кейін осындай мүсін, адам мүсінді, бұл бізде телевизорде, жаңағыдай киноларда кино актрисалар соларды көрсетеді. Мына жерде шынайы белгіленген адамдар, кәдімгі шынайы сияқты барлығын осылай жасап қойған кино актрисалар, актерлар бар. Мысалға мына жерде Сүлейман Сұлтан тұр. Мына киноның аты қалай еді? Ұмытып қалдым. Осы кино Дикичанның, мына жерде Терминатор, барлығының бейнелері шынайы сияқты жасап қойған. Бұл музейі, Өзбекстанның музейі болып саналады. Және де біз тағы бір неге кіргенбіз, Ташкенттің бүкіл қаласын, Самарқанд барлығын көрсететін жаңағыдай неге кірдік. Оны біз видеоға түсіре алмадық. Өйткені мен ол жерде қорықтым бір жағынан. Үлкен биіктікке шығарып, үлкен телевизорден Ташкенттің төбесінен кетіп баратқандай кәдімгі шынайы қылып көрсетеді. Біз оны бірақ видеоға түсіріп ала алмадық. Өйткені мен өзім түсіре алмадым, өйткені қорқынышты болды. Әйтеуір қорқсам да тамашаладым, бірақ маған қатты ұнады. Мына жерде Зена тұр. Зенадан баяғыда телевизордан көретін едік киносын. Мынау футболисттер бейнелеп қойған, барлық адамдарды осылай әдемілеп бейнелеп, шынайы қылып жасап қойған. Мінекей достар, осындай музейдің ішін қайта-қайта аралап, көріп, шынайы, кәдімгідей шынайы адам сияқты жасаған. Қайта-қайта былай қасына барып, қарап, көріп, өзімізге естелік суреттерге түсіп алдық. Кейін өзіміз еске алып, көріп отыру үшін мына жерде ақш президенттерін қойған, осындай кресло қойған, креслоға отырып, өзімізше суретке түсіп, сұлтандай, жолдасым сұлтан сезініп, өз-өзін суретке түсіп, осы жерде мен өзім жақсы көретін актерларыммен суретке түстім, жолдасым өзін жақсы көретін актерларыммен суретке түсті. Осылайша біз Өзбекстанның музейін осылай аралап шықтық. Мынау сыртында сурет естелік болсын деп өзіміз тағы да суретке түстік. Одан соң осы Өзбекстанның музейін шыққаннан кейін дәл қасында фонтан бар, музыкальный фонтан, дәл қасында орналасқан. Мына жерде әдемі ғимараттар, салынып атқан ғимараттар бар, салынып болған ғимараттар бар. Сыртында әдемі суреттер, неше түрлі светпен жасап қойған.
кәдімгі Өзбекстанның жаңағыдай актерларын суреттерін шығады, осындай нелерден өстіп тамашалап түнгі Өзбекстан қаласының осындай шағын ғана қалашығын тамашалап шықтық. Осы жерде барлық жаңағыдай ғимараттар салынған. Бұл жерде жаңадан салынған ғимарат екен. Бұл жерге ешқандай адамдар әлі көшіп келмеген, енді беріледі екен үйлерді. Бірақ астыңғы қабаттарында дүкендер орналасқан, киім сататын, кәдімгі продуктовый дүкендер, азық-түлік сататын дүкендер салынған. Бұл жерде күндіз ғана ашылады екен, кешкісін жабық болады. Мына жерде өзіміз видеоға түсіп алайық деп жолдасыма мені видеоға түсір, кейін өзім көріп отырам, осындай блог шығарам деп жолдасыма айтып, мына жерде біз музыкальный фонтанға келдік. Бұл жерде әдемі музыкалар қойылады. Мен бұл музыканың дауысын шығарған жоқпын, өйткені YouTube каналында авторский құқық деген бар. Соны қорғау үшін мен осы музыкалар шығармай, өз даусыммен айтып отырмын. Міне керемет, әдемі музыка арқылы ойнап, биіктігі үлкен, биіктікке шейін фонтандары атқылайды екен. Өзіме қатты ұнайды. Өзім судан қорқамын, бірақ та осындай тамашалағанды ұнатамын. Биіктіктен де судан да қорқам, бірақ биіктікті де жақсы көрем. Осындай таулы аймақтарды қарағанды ұнатам, бірақ осындай су бар жерлер, фонтан, жаңағыдай сарқырама деген сияқты жерлерді тамашалаған өзіме қатты ұнайды. Бұл жерге неғұрлым жастары келеді екен, сосын жаңағыдай турист адамдар, мысалы сырттан келген шетелдік адамдар көбінесе келіп қарайды екен. Бұл жерге үлкен кісілер де келеді. Көп байқағанымыз бірақ жастар жағы, сосын шетел азаматшалар келгенін көрдік. Сосын қасында осындай Диснейленд деген жер орналасқан екен. Біз оны кештеу білдік. Сонда да көрейік деп жолдасымыз екеуміз осы жерді тауып, жаяу жүріп, айналып тауып келген жеріміз. Осы жерден енді бұл жерді айтсам, сіздер көзбен көргендеріңіз дұрыс сияқты. Бұл жер ертегі әлемі, Диснейленд деп аталынған. Бұл жер Пепсидің жаңағыдай несімен салынған екен. Көп жерде Пепсидің эмблемалары тұр. Осындай бізде естелік сурет болсын, видео болсын деп видеоға суретке түстік. Мына жерде мені суретке түсірші деп, видеоға түсірші деп жолдасыма айтып, жап-жарық, әдемі ғимараттар қып құрастырып қойған. Шетел халқының шет елдегі жаңағы нелерді бейнелеп қойған. Мысалға Париждікін, мынандай мультфильмде көрсететін ғимараттар соларды бейнелеп қойған. Бұл ғимараттардың ішінде киім сататын жер бар, дүкендер бар, өзіңізге керек жарақ алатын заттар сататын жерлер бар, және де ойын-сауық жерлер бар. Кішкентай балдарға арналған ойын-сауық жерлер бар. Барлығы осы жерге суретке түсіп, видеоға түсіріп жатыр. Бізде видеоға түсіріп, суретке түсіп алдық. Одан кейін қасында тағы да Диснейлендтің ішінде тағы да осындай фонтан бар екен. Бұда да музыка ойнап, фонтан атқылайды екен. Біз жолдасымыз екеуміз осыны көріп, одан кейін бір Айнашық қаласына кірдік. Оның ішінде өзіміз жаңағыдай видеоға түсірдік. Маған қызық болды. Бүкіл жері айна болады. Айнаның ішінде өзімізді таппай қаламыз, және де басқа адамдар келсе, байқамай қалатын осындай айнаның ішіне кірдік. Маған қатты ұнады. Видеоға түсіріп алайын деп, осылай видеоға түсіріп, өзім де былайынша қорқып сөйтіп жүрдім. Әйтеуір жолын тауып сыртқа шығу керек екен бұның ішінде. Әйтеуір жолын тауып сыртқа шығып, одан кейін өзімізге тағы да бір нені көрейікші деп кірдік. Осындай үй орналасқан, үйлер, бірақ заттары төбеде орналасқан, керісінше жасап қойған екен. Бұндай бізде Алматы қаласында бар. Бір рет Алматы қаласына барған кезде көргенбіз. Осындай кухня гарнитурлары, төбеде стол, мына жерде туалет, ванна барлығы төбеге орналасқан. Бұл енді балдарға қызық. Өзімізге де қызық болды. Үлкен болсақ та өзімізге де қызық болды. Осы жерден суретке түсіп, бәрін қарап шықтық.
өзіме қатты ұнады. Бұлайынша өздеріңіз келіп қыдырып, бала шағамен келіп қыдырғанға өте керемет жер екен. Суретке де түстік. Мына жерде жолдасымен суретке түсірші деп, осындай холодильникті ашып тұрған жерінен суретке түсір деп, осы жерде суретке түстік. Өте керемет, іші таза. Бұл да енді музейға жатады. Бұлайынша прикол әзіл ретінде жасалынып қойған. Мына жерде телевизорде керісінше айналып тұр. Осылай біз осы жерден шықтық, көріп. Естелік суреттерге де түстік. Қызықты естелік суреттерге түсіп алдық осының ішінде. Сіздерге де кеңес етем, көп қаражат кетпейді, шамалы ғана қаражат кетеді. Бұл жақта барлығы бізге қарағанда арзандау. Сондықтан сіздерге кеңес етем осы жаққа қыдыруларыңызға. Бізге де жақын жер, біздің Қазақстанға жақын жер болғандықтан қыдыруға кеңес етем осы жақта. Содан шыққаннан кейін біз осындай не көрейік деп шықтық қой, жаңағыдай акула, сондай нелерді көрейік деп шыққанбыз. Осындай жерге келдік. Бұның ішінде неше түрлі балықтар, кесірткі, жылан сияқты нелерді қойған. Мына жерде шынайы балықтар жүр. Неше түрлі балықтар бұл жерде тамашалап көруге болады. Біз негізінде акула көреміз деп ойлағанбыз. Ішіне сыртында акуланың суреті тұрғанға біз акула көреміз, кіріп көрейік деп не қылғанбыз, бірақ ішінде акула жоқ. Бірақ басқа да балық түрлері, жәндіктер барлығын осының ішіне не қылған, сақтаған. Өте қызық. Енді мына жерде негізінде видеоның жарығын қосып түсіруге болмайды екен. Мына жерде бізден балықтар қорқып, видеоның жарығымен түсіргеннен кейін бізге ескертті, видеоның жарығын қоспаңыздар. Тек жарықты қоспай түсіріп алыңыздар деп. Және де осындай дөңгелектің ішіне кіріп, видеоға түсіп, өте қызық. Және осындай судың астында суретке, видеоға түстік. Неше түрлі балықтарды көрдік. Аттарын білген жоқпыз, сыртында жазылып тұрды, бірақ бұл жерде өзбекше жазылды, және де ағылшынша жазылып тұрды. Соны бірақ біз түсінген жоқпыз, бірақ көріп шықтық. Мына жерде акуланың мүсінін салып қойған екен. Бұл жерге түсейік, енді акуланы көрмесек те деп, бұл жерге акулаға жолдасым суретке түстік. Жолдасым да суретке түсті, мен де суретке түстім. Және осындай теңіздің астын бейнеленген бұл кісілер. Өйткені мына жерде көбінесе судың арасында құлап жатқан осындай қайықтың, сосын үйлер, ғимараттар, сондайларды бейнелеп қойған. Мына жерде мысалға бейнелеп қойған ғимараттар судың астында орналасқан қылып, сөйтіп бейнелеп жасап қойған. Бірақ керемет, өте керемет, маған қатты ұнады. Бұл жерде көп адамдар келеді екен, бірақ билетпен, ақшамен кіреді бұл жерге, бірақ қымбат емес. Барлық жер қымбат емес, барып тамашалап көрсеңіздер болады. Біздің Қазақстанымызда да бар бұндай жерлер, бірақ Ташкенттегі осы жерге баруға кеңес етемін. Мына жерде кішігірім акулалар дейді жолдасым, бірақ мен балыққа ұқсаттым бұларды. Өйстіп суретке түстік, одан сыртқа шығып, осындай мороженое алып, бір мороженое ғана алдық бананмен. Одан кейін жолдасым осындай наксы алдап, не қылады екен, мороженое. Өйстіп қызық болып, бұнда видеоға түсірдім. Мен де осындай мороженое алып неткен, бірақ мен оны салған жоқпын, өйткені мені қатты алдады ол кісі, мороженейді бермей деп ба. Осылай біз видеоға түсіп алайық деп, жолдасым екеуміз видеоға түстік. Ендігі кезекте біз үйге қайттық. Одан кейін Ташкенттің базарын араладық. Одан кейін мешітіне бардық. Үлкен-үлкен мешіттер көп екен бұл жақта. Одан кейін базарлары да көп екен. Базарларында біздің бағамен бірдей екен. Ал бірақ оптовый бағада алғыларыңыз келсе, ол кезде шамалы арзандау екен біздікіне қарағанда. Сол жағы тиімді екен. Сіздерге де кеңес етем. Біздің осындай блогымыз бағалап кетіңіздер, комментарий жаза кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға
Рахмет қарағандарыңызға.